Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз интеграциялық оқытуда жасанды интеллектке негізделген физикалық ертегілер атты сабағымыздың кезекті пәнін бастаймыз. Бүгінгі сабақта біз ғылым мен өнердің шекарасын боятын тақырыптарға саяхат жасаймыз. Яғни біз физика мен бейнелеу өнерінің интеграциясы, яғни ғылым мен шығармашылықтың бірігуі. Бұл сабақта біз ұлы ғалым, суретші Леонардо да Винчидің еңбектеріне сүйене отырып, оның ұшу аппаратын жобасы арқылы физикалық есептерді талдаймыз. Да Винчидің өнері тек әсем бейнелеуден тұрмайды, ол инженерлік идеялар мен ғылыми көзқарастың тоғысқан жері. Ендеше бүгінгі тақырып арқылы біз көтерілу күші деген не, желдің әсері, үдеу, күш, жұмыс, ұшу процесінде қалай орын алады, бейнелеу өнеріндегі идеялар қалай ғылыммен үйлеседі деген сұрақтарға жауап табамыз. Ендеше ұшуға дайынбыз ба? Леонардо да Винчидің ұшу аппаратының негізі құстар болатын. Ол құстардың қанаттары бір сыр бар. Ол сырды түсінсем, адам баласы да ұша алады деп болжам жасайды және соның нәтижесінде өзінің ұшу аппаратын ойлап табады. Ал ендеше бүгінгі бейнелеу мен физикамыздың интеграциясындағы есептерді бастайық. Бірінші есеп. Есептің шартына сәйкес да Винчи ұшатын аппараттың қанат ауданы 2 см квадрат деп жобалады. Желдің жылдамдығы 5 метр секунд, ауа тығыздығы 1,2 килограмм бөлінген метр куб болса, қанатқа әсер ететін көтерілу күшін анықтаңыз. Яғни бізден көтерілу күшін сұрап тұр. Енді біз ол үшін бірінші өрнекті пайдаланамыз. Бірақ бұл бірінші өрнекті біз алдымен қақтан шыққан, яғни қорытылу жолын көрсек. Ең бірінші Бернулли теңдеуін білеміз. Осы жерде Бернулли теңдеуінде бізде есептің шартында биіктік берілмегендіктен біз ρh бөлігін нөлге теңестіріп аламыз. Одан кейін келесінде бізде сонда P плюс 1/2 ρ квадрат қалады. Ал ендеше бізде қысының айырымы бар. Яғни төменгі қысы мен жоғары қысының айырымы орын алады. Осы жоғары қысым бізде қысымнан біз күштің өрнектеп аламыз. Яғни F тең PS. Ал жаңа біз жоғары төмен қысын дедік, соған байланысты жылдамдықтар да өзгереді. Яғни дельта P тең 1/2 ρ V жоғары квадрат пен V төменгі квадраттың айырымына. Ендеше бізде P-ны жоқтап алған кезде 1/2 ρ квадрат деп жоқтап аламыз және дельта P-мыз бізде күштің формуласына апарып қоямыз. Сонда бізде 2/1 ρ V квадрат S осы шығады. Осы өрнекті соңғы бірінші өрнекті пайдалана отырып, біз берілгені, шешуі, ХБЖ формула табу керек мәндерін өздеріңіздің дәптерлеріңізге жаза отырып, осы есепті шығарып көріңіздер. Сіздерге уақыт беріледі. Ендеше бастаңыздар. Есепті шығарып қойды деген үміттемін. Ендеше есептің жауабын бірге көрейік. Есептің жауабы бізде 30 ньютон. Яғни қанатқа әсер ететін көтерілу күші бізде 30 ньютонға тең. Ал енді осы есебімізге қорытынды жасайық. Да Винчи желдің бағыты мен жылдамдығын қанаттың ауданын есепке ала отырып, аппараттың көтерілуінің нақты болжауға тырысқан. Бұл аэродинамика заңдарын сезінудің алғашқы қадамы. Оның шығармашылығында сызба өнер, ал сызбаның астарында физика. Ал ендеше осымен бірінші есебіміз аяқталды. Енді екінші есебімізді бастайық. Екінші есебіміз бізде жерден көтеру үшін қажет күш деп аталады. Ал ендеше есептің шартын бірге оқиық. Да Винчидің ұшатын құрылғысының массасы 20 кг болды. Адаммен бірге массасы 80 кг. Осы құрылғыны жерден көтеру үшін қанша көтеру күші керек? Бізге берілген тұрақты шама ол еркін түсу үдеуі 9,8
метр секунд квадрат. Ал ендеше есепті бірге шығарайық. Ол үшін бізге екінші өрнек қажет болады, яғни ауырлық күшінің формуласы F тең mg. Бізде m бар және g берілген. Бірақ айта кететін жайт, бізде екі масса берілген және де есептің шартында ол құрылғыны жерден көтеру үшін қажет күшті сұрап тұр. Яғни құрылғы мен адамның массасын бірге сұрап тұр. Сол себепті массасына 80 килограммды пайдаланасыздар. Ендеше экранда көрсетілген нормаға сәйкес берілгені ХБЖ формула шешу және табу керек мәнінің сан мәндерін есептің берілгенінен пайдаланып есепті шығарамыз. Ал ендеше бастаңыздар. Есепті шығарып қойдыңыздар деген үміттемін. Ал ендеше есептің жауабын бірге талқылайық. Есептің жауабы бізде 784 ньютон. Барлықтарыңызды осындай шықты деген үміттемін. Яғни бізде 80 килограммды 9,8-ге көбейтсек 784 ньютон шығады. Ал ендеше осы есебіміз бітті. Енді есепті қорытындылай кетейік. Аппарат пен адамның жиынтық массасын жерден көтеру үшін кем дегенде 784 ньютон күш қажет. Бұл ұшу тек армандау емес, массаның ауырлық күшінің және тепе-теңдіктің нақты есебіне сүйенетін инженерлік міндет екенін көрсетеді. Яғни күнделікті өмірде жасап жатқан жұмыстарымыз тікелей физиканың заңдылықтарына бағынатынын біз көре аламыз. Осымен екінші есебіміз аяқталды. Енді үшінші есебімізді бастайық. Бізде үшінші есептің тақырыбы желдің көлденең күшінен туатын үдеу. Ендеше есептің берілгенін бірге оқиық. Есептің шартында жел ұшатын аппаратқа көлденеңнен 8 ньютон күш түсіреді. Егер құрылғының толық массасы 80 килограмм болса, жел қанша үдеуді қамтамасыз етеді? Бұл есепті шығару үшін бізге жасанды интеллекттің көмегімен жасалған сурет көмек береді. Яғни бізге көлденеңнен 8 ньютон, ал төмен қарай 80 килограмм әсер етіп тұр. Ендеше бұл есепті шығару үшін бізге үшінші өрнек, яғни Ньютонның екінші заңы F тең ma. Осы жерден бізге есептің шартына сәйкес табылу керек мән үдеу. Ендеше үшінші өрнекті өрнектеу арқылы біз төртінші өрнек, яғни үдеуді аламыз. Осы үдеудің формуласын пайдаланып біз экранда көрсетілген нормаға сәйкес берілгені ХБЖ формула шешуі табу керек мәндерін өздеріңіздің жұмыс дәптерлеріңізге жазып, есептің жауабын анықтаңыздар. Ал ендеше бастаңыздар. Есепті шығарып қойдыңыздар деген үміттемін. Себебі алдыңғы есепте біз әсер еткен күшті таптық. Бұда енді біз үдеуді табамыз. Ал енді есептің жауабын берейік. Есептің жауабы бізде 0,1 метр секунд квадрат. Бұл дегеніміз ұшатын аппаратқа көлденеңнен 8 ньютон күш әсер еткен кезде желдің үдеуі 0,1 метр секунд квадрат. Ендеше үшінші есебімізде өз мәресіне жетті. Енді есебімізге қорытындылай кетейік. Жел тек көтерілу ғана емес, қозғалысқа да әсер етеді. Бұл есеп бізге кез келген бағыттағы күштің денеге әсерін Ньютонның екінші заңының өмірмен байланыстыру арқылы түсінуге көмектеседі. Леонардо да Винчидің желдің қасиетін зерттей отырып, ұшатын аппаратты жобалаған. Бұл өнер арқылы ғылымға жол ашуға болады. Яғни түсінгеніміздей, кез келген қозғалыс, құбылыс ол тікелей физикаға тәуелді. Ендеше осымен үшінші есебіміз бітті.
Енді төртінші есебімізді бастайық. Төртінші есебіміздің тақырыбы бізде орташа күшті анықтау, жұмыс пен қашықтықты анықтау. Ал ендеше есептің шартын бірге оқиық. Леонардо да Винчи қанаттарды қағып көтеру үшін әр қағуда 100 джоуль жұмыс істейді. Егер ол 2 метр қашықтықта қанатты қозғалтса, қолданылатын орташа күш қандай? Ендеше бұл есепті шығару үшін бізге 5-ші өрнек, яғни жұмыстың формуласы F тең D немесе H десек, бірақ біздің жағдайда бұл жерде биіктік емес, арақашықтық берілген, сол үшін D. Енді осы өрнектен біз күшті өрнекте басақ, 6-ші формула шығады. Енді осы 6-ші формуланы біз экранда көрсетілген нормаға сәйкес берілгені х+ж формула шешу және табу керек мәнін есептің шартында берілген шамаларды пайдалану арқылы орташа күшті анықтаймыз, яғни 6-ші өрнектің көмегімен. Ендеше есепті бастаңыздар. Есепті шығарып болдыңыздар деген үміттемін. Енді есептің жауабын бірге көрейік. Есептің жауабы бізде F тең 50 ньютон. Яғни бұл дегеніміз қанатты қағуға жай қимыл емес, нақты физикалық құбылыс. Бұл есеп бізге егер күш пен қашықтық болса, біз жасаған жұмысты есептей аламыз. Яғни біздің жасаған жұмысымыз 100 джоуль, және де қашықтығымыз 2 метр. Осы екі шаманы пайдалану арқылы біз күшті анықтадық, яғни 50 ньютон. Бұл дегеніміз өнердегі қозғалыс, мысалы қанаттың қимылы, физика үшін жұмыс пен күштің әрекеті болып табылады. Ендеше осымен біздің 4-ші есебіміз де өз мәресіне жетті. Ендігі кезекте физика мен бейнелеу өнерінің тоғысуындағы соңғы 5-ші есебіміз. Ал ендеше 5-ші есебімізді бастайық. 5-ші есебіміздің тақырыбы ұшу бұрышы өзгергенде көтерілу күшінің өзгерісі. Ал ендеше оқушылар, соңғы есебіміздің шартын бірге оқиық. Да Винчи ұшатын аппараттың қанаты жерге 15 градус бұрышпен орналастырған кезде көтерілу күші 120 ньютон болды. Егер ұшу бұрышы 30 градусқа артса, көтерілу күшінің мәнін табыңыз дейді. Ендеше оқушылар, суретке қарау арқылы біз есепті шығарайық. Ол үшін бізге 7-ші өрнек керек болады. Яғни бұл есепті біз қарапайым математикалық амал пропорциямен шығара аламыз. Және де осы жерден бізге көтерілу күш, яғни F2-ні ұсап тұрғаннан кейін, осы 7-ші өрнектен 8-ші өрнекті өрнектеп аламыз. Және де экранда көрсетілген нормаға сәйкес берілгені х+ж формула шешуі табу керек мәнін есептің шартында берілген сан мәндерді пайдалана отырып, 8-ші өрнектің көмегімен есептегі сұралып шаманы, яғни көтерілу күшінің жаңа мәнін анықтаңыздар. Ендеше бастаңыздар. Оқушылар, есепті аяқтап болдыңыздар деген үміттемін. Ендеше жауабын бірге көрейік. Есептің жауабы F2, яғни 133,86 ньютон. Яғни ұшу бұрышын 30 градусқа артқан кезде көтерілу күшінің жаңа мәні бізде 133,86 ньютонға тең. Ендеше осы есебіміз де бітті. Енді есебімізге қорытынды айта кетейік. Леонардо да Винчи ұшатын аппараттың бұрышын өзгерте отырып, көтерілу күшінің басқаруға болатын алдын ала түсінген. Бұл қазіргі заманғы ұшақтардың да жұмыс істеу принципіне сәйкес келеді. Ұшудың тиімділігі қисық бұрыштар мен ауа ағынын басқарудың нәтижесі. Ендеше достар, оқушылар, осымен біздің
физика мен бейнелеу өнері атты сабағымыз өз мәресіне жетті. Енді жалпы сабағымызға қорытындылай кетейік. Бүгін біз сабақта Леонардо да Винчидің ұшуға деген арманы арқылы физика мен өнердің шынайы байланысын көрдік. Ол салған сызбалар көркем туынды ғана емес, инженерлік ойдың жемісі